Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода биология пәнінен 4-ші тоқсанның 3-ші бажыбысына талдау жасап беретін боламын. Сабақты мұқият тыңдап, жақсылап түсініп аламыз, және де видеоны көріп бастамас бұрын тездетіп каналға тіркеліп кетейік, тіркелмеген оқушылар болса. Бізде бөлім микробиология және биотехнология бөлімі бойынша тапсырмалар орындалатын болады. Тапсырмаға берілетін уақыт 15 минутты құрайды екен. Неше тапсырмаларды орындайық? Бірінші тапсырма микробиология ғылымы нені зерттейді дейді. Яғни бізде 4 түрлі вариант берілген, сол варианттарды табуымыз керек. Яғни микробиология дегеніміз бұл жай көзге көрінбейтін ағзалардың тіршілік әрекетін зерттейді. Өзі айтып тұрғандай микро деп тұр, яғни микроскоп арқылы көзге көрінбейтін заттарды қарап зерттеу. Келесі Б тапсырмасы төмендегі суреттерден бактериялардың формаларын анықтаңыз дейді. Яғни бірінші суретте бұл стрептобацилды болады. Екінші сурет кокки. Үшінші сурет бұл вибрионы деген бактериялардың формалары екен. Келесі екінші тапсырма суретте йогурт дайындау үдерісі бейнеленген дейді. Яғни суретте йогурт дайындау дейді. Осы жерде үш түрлі сұраққа жауап береміз. Суретті пайдаланып йогурт дайындау үдерісін сипаттаңыз дейді. Яғни жазамыз. Ең алдымен сүтті қайнатамыз. 30 минут салқындатамыз. 42 градус температурада ашытқы құйып араластырамыз. Жылы жерге 6-8 сағатқа қоямыз және де салқындатамыз. Бұл суретті сипаттадық. Енді екінші, йогурт әзірлеу кезінде сүттің температурасы 42 градус болғанда ғана қосады. Неліктен дейді. Йогурт бактериялары 50 градус температурада өледі. Егер сіз сүтті алдын ала қайнатқан болсаңыз, бірақ оның қажетті температураға дейін суығанын күтпесеңіз, онда ашытқымен араласқан кезде бактериялардың көп бөлігі өліп кетуі мүмкін. Сәйкесінше йогурт ашытылмайды дейді. Келесі сұрағы. Ұйытқы араласқан қоспаны бөлме температурасында 1 тәулікке қалдырады. Неліктен қоспаны тоңазытқышқа қалдыруға болмайды дейді. Себебі сонымен қатар ыстық жылы тағамдарды тоңазытқышқа салуға болмайды. Оның жұмысына кері әсерін тигізеді екен. Сонымен бүгінгі біздің БЖБ тапсырмасы аяқталды. Талдауы каналда 7-ші сыныптың басқа да пәндерінен БЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Және ТЖБ тапсырмалары да шықты, қарап көрсеңдер болады.